Биыл есте қалған айтулы оқиғалардан бөлек ерекше көзге түскендер де көп болды. Бірі ерлік көрсетіп, ел алғысын алса, енді бірі өз саласында үздік атанды. Тіпті арасында бір ғана әсерлі суретмен халық ықыласына бөлінгендер де бар. Осы оқиғалардан кейін олардың өмірі қалай өзгерді? Тілшіміз ел таныған ерлермен сұхбаттасты. Ал бұл сурет көпшілікті елжіреткені рас. Абай облысындағы орман өрті кезінде жаңбыр сұрап дұға жасаған өрт сөндірушінің есімі Елдос Нұртазаев. Ол 7 жылдан бері осы салада қызмет етеді. Алапат өрт кезінде Елдостың әлеуметтік желіге сәт сайын жүктеп отырған видеолары халықтың бірлігін нығайтып, төзімін шыңдағаны рас. Ауылда жігіттер аман алып қалды. Өздерінің асын ішіп жатыр. Жігіттер ас болсын. Осы адамдарға көзбен көрсін деген ниетпен сол жаңағы әлеуметтік желіде өрт сөндірушілердің жұмысын көрсетуге тырысқан болатын. Қазақстан емес, бүкіл Қытай болсын, көрші мемлекеттер болсын, бәрі сол стористі қарап, енді басқа өз тілдеріне жазып отыр. Ұқпаймыз ғой енді. Өз тілдеріне жазып отқандар да болды, қолдап отқандар да болды. Өзіміздің көрші Өзбекстан, соларда қолдап отқандар болды. Көп қарады Инстаграм. Жылынады өзі қағазбен отын жақпай, тасымайсыз мамы суды қойып ошаққа, өз ағады жылы су бұрасаңыз оң жаққа. Шабытым саған мені мәңгілік алғыс, жайғасып отыратын жаныма қалғанда жалғыз. Ұмыт жағрайымға естеліктерді айтып беріп, әрдайым сол сәттерді есіне салғыз. Студия мен екі араны